Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында биос дайындаймыз. Жасалуы өте оңай, ешқандай қоспасыз дайындалады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп тіркелуді ұмытпаңыздар. Биос дайындау үшін міндетті түрде қолдың сүті болу қажет. Қолдың сүтін жылытамыз, егер піспеген болса міндетті түрде пісіріп аламыз. Жылытып болғаннан кейін ұйытқы ретінде биостың өзін пайдаландым. 2 литр сүтке 3 ас қасық биос қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Сүтті қатты ысытпау қажет, тек жылытамыз. Қатты ысытып жіберсеңіздер, сіздердің биостарыңыз ашып кететін болады. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып, матамен орап, жылы жерге 5-6 сағатқа қойып қоямыз, немесе бір түнге қойсаңыздар болады. 5-6 сағаттан кейін біздің биосымыз дәл осылай үйіп шығады. Толық араластырмай тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, бір суытып алсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Биосты осылай қалдырсаңыздар болады. Тәттілігін қаласаңыздар, қант қоссаңыздар болады, немесе құлпынайлы биос жасасаңыздар да болады. Ол үшін блендерге биосымызды қосып, артынан құлпынай саламыз. Блендердің көмегімен екеуін жақсылап араластырып аламыз. Тәтті болғанын қаласаңыздар, қант қоссаңыздар болады. Осымен біздің биосымыз дайын болды. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.